Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы 10 сынып математика пәні 15-ші есеп. Бірінші кезеңнің 15-ші есебін талдаймыз. Үстелде алма, апельсин, алмұрт және банан бір қатарда жатыр дейді. Алма, апельсин, 4 жеміс бар екен, алма, апельсин, алмұрт және банан дейді. Бірнеше вариантын сызып қоя берейін. Бізге варианттар саны деп жатыр. Қазір мына есеп шартында. Апельсин қатардың басында және соңында емес дейді. Сонда апельсин мына жерде болуы мүмкін, басында емес. Немесе мына жерде болуы мүмкін. Апельсин. Банан апельсинмен солға қарай орналасқан дейді. Банан апельсиннен солға қарай орналасқан. Банан мына жерде екен, Бірақ қасында болу міндетті емес дейді. Мына жерде болу да мүмкін. Немесе бұлай болу да мүмкін деп жатыр, Жемістер қанша түрлі тәсілмен орналасу мүмкін. Енді мына жерге алмұртпен не қалды мына жерде? Алма қалды, Алмұрт пен алма. Екі тәсіл бар. Мына жерде алмұрт, мына жерде алма болуы мүмкін. Немесе керісінше, мына жерде алма, мына жерде алмұрт болуы мүмкін. Мына жерде екі тәсіл бар екен, Мына жерде де дәл солай. Банан мен апельсин орналастырып қойдық. Алма, алмұрт, немесе алмұрт, алма деп, мына жерде екі тәсіл болады екен. Мына жерде банан мен апельсин орналастырып қойдық. Алма, алмұрт, немесе алмұрт, алма деп, мына жерде де екі тәсіл болады екен. Мына барлығын енді қосып жібереміз. Қосу ережесін қолданып комбинаториканың қосып жіберсек, жауабы 6 болады екен. Сонымен мына есепте шықты. Сау болыңыздар.